Мінекей достар, менің көптен Алиэкспресстен күтіп жүрген товарларым бүгін келді. Бұл товарлар барлығы бір-біріне ұқсайды, бір мақсатта қолданылатын товарлар деп айтсақ болады. Қызық товарлар. Достар, бұл товарлар пранкқа арналған товарлар, яғни адамдармен кішкене әзілдесіп, көңіл көтеруге, яғни пранкқа арналған товарлар. Давайте көп созбаймыз, ашып көрейік. Мен ең бірінші мына үлкен домалақ товардан бастағым келіп тұр. Негізі мен ішінде не бар екенін білем. Қазір сізге қызық болсын деп енді ашып көрейік. Бағасын астына жазып отырамын. Сол жерден қарап аласыздар, ема. Так, мен не жоқ десем, мен пышағымды ұмытып кетіппін. Так, қолмен аша береміз енді. Ой, мә. Бір нәрсе ашам, ішінен тағы бір нәрсе шығады. Сен былай кете тұр. Так. Мына жерде повреждение бар, мынау майысқан ғой мынау деген. Whoa! What the hell is that? Мынау пранкты маған бастап кетті ма уже? Ема, шош кетті ғой. Алғашқы пранк өзіме болды, короче. Ема, достар, короче, мынау андай дәу чипсы жейтін ішінен жыланы атып шығатын, короче, мынау сол, мынау білмеймін, мынау маған жұмыс жасап кетті. Мә, саған шош кеттім ғой, ема. База жоқ. Вот мінекей. Мынандай, короче, чипсыдың суреті бар. И типа давай чипсы жейсің ба деп бересің. И потом окей деп ашқан кезде борқ ота қалған. Дәл жаңағыдай, короче. Мен дірілді кеттім. Давайте нан обратно собираем. Ну типа жыланның кожасы ғой мына жерде. Так, енді біз жинап көрейік былай. Эй. О, да, мен жинадым. Аузын, короче, бит. Жауып тастау керек. О, мынау қиын екен. Мінекей, түрі осындай. Мынау сыртының материалы күшті, бірақ мына жерде повреждение бар екен. Мына жерге қатты бір нәрсе келіп ұрылған. Аяқтарда майыс кеткен. И жаңағы ұстап көрдім ғой мен, пакеттің качествосы онша емес, анау жыртылып қалады бір күні, точно бір 4-5 рет істеген жыртылып қалатын сияқты. Бірақ мен кәдімгі дірілдетіп жүрдім, мен өз-өзіме кетіп қалды. Мен ішінде не бар екенін біліп тұрмын, бірақ YouTube ашылып кетеді деп ойлаған жоқпын ше. Тағы бір көреміз бе? Деп ашып атады да. Пакетті біртүрлі пакет болған біртүрлі екен. Мен былай мата болады деп ойладым, анда жыланның терісі типа мата сияқты болады деп, бірақ мынандай болады деп ойлаған жоқпын. Іші такой кардон, асты металл, но пластик. Достар, өйстіп. Давайте мен бұны ашып қана көрсетпеймін, пранк жасап көрем. Сіздерге қалай? Давайте, достар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Может, мен бұған пранк жасайым шынымен. Бәрімен пранк жасауға болады, по идее. Давайте, мен жасағанымша жасайым. Қызық бола ма, қызық ма, өздеріңіз оценка бересіздер, комментарияға қалдырасыздар қалай болғанын. Давайте, бәрекші асыңдар. Давайте, достарынан заказ беріңіздер. Қызық болады деп ойлаймын енді. Достарыңызды, былай, үйдегі бауырларыңызды, күлдірткілеріңіз келсе, видеоға түсіріп, тиктокта салып, типа просмотр жинауға болады деген сияқты ғой. Вот, бірінші товарымыз осындай болды бізде. Бағасын жазып кетем. Келесіне өтейік енді. Мынаны жинауды айтсай қазір. Екінші товарға көшейік. Үшеу айтпақшы маған бірге келді. Мен бір күнде заказ бердім. Үшеу бір күнде келді. Бір күнде заказ берсеңіз, 3 товарды бірге салып жүру мүмкін деген сияқты нәрселер болады. Достар, мына товарды сіздер білесіздер, мына товар кәдімгі қызық, андай бір хит болған товар. Та-да! Вот такой, короче. Ана видеоны көрген болса, мен тауып қазір қосып жіберемін, бүйтіп адам тұрады,
магазинге келеді да бүйтіп кетчуп құйып берейін ба деген деп кетчуп шығарып жібереді. Мына жерден какой-то жіп шығады. Вот. You see this ketchup? Look. Негізі қатты қымбат тұрмайды бұлар. Вот, ну, типа, как кетчуптың несі сияқты, ну, жіп, короче, міне. Мынаны қалай жинайды? Ана артқа былай сала да. Ана бүйтіп артқа сала дегеніміз. Короче, ну, давай кетчуп саған салып берейін деп, пук деп, типа, кетчуп шашырағандай болады да адам. Қорқып кету керек қой, сценарий бойынша сондай болу керек. Бірақ ана TikTok'тағы видеода болды. И давайте тоже мен осыған да достарыма істеп көрейін. Получится, егер жақсы шығып жатса мен салам. До конца қашып жатыр ғой мынау. Жеп қояшын. Қараңыздар. 50, 100, 150, 200, 250 дейді. Кәдімгі бір бүйтіп тұрады, донер жеп отырсын, типа, нет, кетчуп не нәрсеге салады. Фри жеп отырсын досыңмен, тұрады, типа. Әкем, мен саған фри қосып берейін, деп үстіне атып жібересің, короче, анау, деп қою керек қой. Типа. Ешқандай бір айтатын нәрсе жоқ. Пластмасса, айтпашы ашыла ма? Мынау ашылады екен. Прикиньте, мына жіпті алып тастап, ішіне натуре кетчуп құйып істеуге болады. Мынаны жауып болады. Вау! Так, мында қоямын мынаны. Тез. Үшіншісін аша бергенде. Үшінші, так. Опа. Үшінші мынандай. Ішінде басқа дым жоқ. Үшінші мынандай пышақ, короче, ана пышақты білетін шығарсыздар, я. Бұл, короче, былай ғой. Мынандай пышақ. Сылдырлап жатыр ма, качествосы ужас, просто ужас. Жерде еще Чайна деп жазылып тұр, Китай. Короче, былай. Офигел, короче, бір нәрсе дейсің да, пышақ қой, тықып қаласыз. Бірақ ол ішіне кіріп кетеді. Былай. Көрінеді бүйтіп, деп тықпаған кезде дым болмайды да адамға. Ішінде пружина ма бір нәрсе бар, яғни шықырлап бір нәрсе болып тұр. Бүйтіп. Тоже пранкқа арналған. Бұны да көрген боласыздар. И давайте бұны да сынап көреміз. Смотри, елге. Дәрі дағаншы. Мінекей достар, мен барлық 3 товарды ашып көрсеттім. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Жасаған пранктарым да ұнаған болар. Өздеріңізге ұнаса заказ беріңіздер, Алиэкспресстен точно келеді. Ал сіздер мен YouTube каналымның дамуы үшін үлес қосыңыздар, лайк басыңыздар, маған обязательно тіркеліңіздер. И сосын достар, сіздердің маған идеяларыңыз керек. Мыналардан басқа қандай тағы заказ Алиэкспресстен беруге болады, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Өтініш, мен сол сіздер айтқан сіздерге қызық нәрселерді комментарийлерден оқып, соны заказ беруге тырысайын. Заказ беріп, ашып көріп сіздерге видео ретінде ұсынайын. Осымен келесі кездескенше қош сау болыңыздар.